Жақсы жұмыртқа. Мына қараш, бұл өте жақсы жұмыртқа екен. Қандай жақсы жұмыртқа екен? Қазір оқып көрейік. Сәлем, мен бұл мысықты құтқардым. Неге екенін білесің ба? Себебі мен жақсы жұмыртқамын. Өте жақсы жұмыртқамын. Менің жақсы жұмыртқа екенім рас дейді. Себебі мен жақсы нәрселер жасаймын. Бұл бейкін, мына жақсы жұмыртқа бейкіннің жолдан өтуіне көмектесіп жатыр. Мен гүлдерге су құямын. Жидектің машинасын жөндеп беріп жатыр. Нанның үйін бояуына көмектесіп жатыр. Сен қара, жұмыртқа айтады, саған қандай да бір көмек келетін болса, мен жаныңдамын, мені шақыр дейді. Ол туғаннан бастап өте жақсы жұмыртқа екен. Дүкеннің сөрелерінде де өте жақсы жұмыртқа болып тұр. Достары өте тынышсыз, бұзық екен. Олар бәрін шашады, төгеді, қатты айқайлайды. Ұйықта дегенде ұйқы сағатында барып жатпайды, ұйықтамайды. Қант жейді, тәтті жейді, жылайды, бақырады, бүкіл бұзықтықтың бәрін жасайды екен. Ал жақсы жұмыртқа болса, олардың шашқанын тазалауға тазалайды екен. Бұларға шашпаңдар, бұзықтық жасамаңдар деп барлығын тәрбиелеуге тырысады екен. Себебі ол өте жақсы жұмыртқа еді. Мына қараш, ешқайсысы оны тыңдап жатқан жоқ. Сосын кейін жақсы жұмыртқа өте шаршап кетіпті. Бір күн айнаға қараса, басы жарылып қапты. Жұмыртқаның қараш, бастары жарыла бастапты. Дереу дәрігерге барып, көбіне дәрігерге барса, X-рейге түссе, шынымен де оның шытынау пайда болыпты. Иә, сосын кейін жұмыртқа айтады, осымен жетер енді дейді. Мен мына жерден кетемін дейді. Сөйтіп достарының барлығымен қоштасып, содан кейін бла деді ма, себебі бұлар жаман жұмыртқалар екен. Сосын кейін бұл жақсы жұмыртқа айтады, мен жаман қораптағы жақсы жұмыртқа бола алмаймын, мен кеттім дейді. Себебі оның басы жарылып қапты, ол өте шаршады. Шаршағандықтан басына шытынаулар пайда болып, сөйтіп кетіпті. Сөйтіп ол күні кетіп қапты. Сөйтіп ол ұзаққа жүре береді. Көп күндер бойы жүреді, айлап күндеп жүреді. Сөйтіп қараш, мынаның сақалы өсіп кетіпті, шашы өсіп кетіпті. Жұмыртқаның быт-шыты шықты. Қараш, сосын кейін бір күні жатып демалады. Сөйтіп ойланады, мен не істегім келеді дейді. Мен нені қалаймын деп өзі ойланады. Жақсы көрген, ұнайтын істерінің барлығын жасап шығып жүреді, кітап оқиды, бассейнге барады, журнал сызады, йога жасайды, өзінің жақсы көретін істерінің барлығын жасайды. Сөйтіп өзіне қарайды, өзіне уақыт айырады, өзіне көңіл бөледі. Сөйтіп бір күні қараса, басындағы шытынаулардың барлығы жоғалып кетіпті, басы жазылып кетіпті. Қараш, ешқандай шытынау жоқ, жарық жоқ. Сөйтіп ол өзін қайтадан жаңадан жақсы сезіне бастайды. Сөйтіп, ол басына ауыр тастар қойса да, оның басы жарылмайды. Сосын ол мен енді үйге қайтамын. Менің қоршаған ортам жақсы болмаса болмай-ақ қойсын, бірақ мен оларды дұрыстауға, түзеуге тырыспаймын дейді. Мен ең бастысы өзіме жақсы боламын, өзіме жақсы қараймын дейді. Сөредегі достарына барады. Барлығымен амандасады, достарының барлығына амандасады. Сөйтіп, бәрібір де бұзық еді. Бұзық болса да, ол да арасында біраз бұзықтық жасады бұл жақсы жұмыртқа. Сосын айтып жатыр, менің достарым, менің қоршаған ортам мінсіз болуға міндетті емес, мен де мінсіз болуға міндетті емеспін дейді. Ол достары қалай солай қабылдап, қоршаған ортасы қалай солай қабылдап, уақытын күшті өткізіп жатыр.